сөз сөйлеуге қызығып жүргендеріңіздің өзі бір үлкен батылдық деп білемін. Себебі ең қиын дүние халықтың алдына шығып сөз сөйлеу. Біз ойлаймыз ғой, енді төбелеске рингқа шығып ММА бойынша жекпе-жек деген сияқты дүниелер оның жанында түк болмай қалады екен негізінде. Өйткені халықтың алдына шығып сөз таба біліп, ойды қорыта білу, ойды жүйелеп, нақты керегін жеткізе білу, бұл енді шын мәнінде көпшілік алдында сөз сөйлеудің бір қайнары деп айтушы еді. Енді жетістіктің өзі, өмірде жетістіктің өзі сөйлеуден келеді екен. Яғни, егер сіз сөйлей алмасаңыз, демек мүмкіндіктен айырылып жатырсыз деген сөз. Өздеріңіз Құдай тағаланың беріп тұрған мүмкіндігінен айырылып жатырсыздар. Демек, егер жетістікке жетем десеңіздер, онда сөйлеуді үйрену керек. Онда да мынандай сөз айтылған. Жетістікке жетудің 70% дұрыс сөйлеуден келеді екен, көп сөйлеуден емес, дұрыс сөйлеуден келеді. Сонда жаңағы ойды дұрыс жеткізе алу, оны құрылымдап жеткізе алу, оны мазмұнын жеткізе алу. Сосын сол ойды жай ғана айтып қоя салу емес, ақпаратты кез келген адам жеткізе беруі мүмкін. Бүгін таңда осындай болды, мындай болды депші. Ал бірақ сол мазмұнды ойды құрылыммен жеткізе алу, және оған эмоция қосып жеткізе алу, әсерлі етіп жеткізе алу, дауыс ырғағын келтіру, әртүрлі бір ойын реттей алу, жаңағы ойыңызды жеткізе алу. Бұл үлкен бір шеберлік талап етеді. Және де ол туа бітпейді негізінде. Біз ойлаймыз, ол туа бітеді, ол деген жаңағы гендік тұрғыда келе салады дегендей. Әрине ол сіздің ата-бабаңыздың бәрі билер болса, шешендер болса, ол кетпей қоймайды, белгілі бір үлгілері бар келетін, бірақ та негізінде дәл осы шешендік өнерді, халықтың алдында шығып сөйлеуді, бұл қалыптастыратын қабілет негізінде. Сондықтан да сіздер ойламаңыздар, менің ата-бабам ондай шешендер болмаған, әке-шешемде сондай шешен адамдар болмаған, сондықтан да ол маған да дарымайды деген сөз емес. Бұны қалыптастыруға болады. Бұл тәжірибемен келеді. Сондықтан да бұған дейін егер сөйлей алмай жүрдім, қысылып жүрдім, қиын маған деп жүрсеңіздер, және ол болмайды деген нәрсені алып тастаймыз. Яғни бәрі мүмкін, бәрі болады, сізде шыға аласыз, сөйлей аласыз, ойыңызды жеткізе аласыз. Сондықтан да мүмкін емес нәрсе жоқ. Шектеудің бәрі қайда? Мида. Сол мидағы шектеулерді алып тастау керекпіз. Еркін халықтың алдына шығып, өз ойыңызды жеткізуді үйрену керекпіз. Сондықтан жетістікке жетудің 70% дұрыс сөйлеу арқылы екенін білу керек. Көп сөйлеу емес. Көп сөйлеу аварияға да алып келеді. Аузыңа ие болмай айта берсең, онда ардақ назар болуыңыз да мүмкін. Сондықтан да жаңағы реттеп сөйлеу керек, ойды жеткізіп сөйлеу керек, тауып сөйлеу керек. Соны үйрену керек. Ал енді мінекей өзімнің тәжірибеммен осы уақытқа дейін жинаған көпшілік алдында сөз сөйлеудің сол бойынша сіздермен бөлісуге міне бүгін арнайы ақпараттар жиналып келді. Ассалаумағалейкум, түрде түскенсіз. Өнері кеттік. Бірінші сіздерге кішкене теорияны айтып өтейін. Сіздерге пайдалы болсын, ақпарат ретінде беріп өтейін. Мынау презентация ретінде шығаруға бола ма екен, білмейсіздер ма? Бұл андай не? PDF шықпайды, сөйлеу деген не? Енді бұны өздеріңіз де білесіздер. Мен ойымша көпшілік адамның өз ойын көпшілікке түсінікті ретімен тыңдаушыға әсер ететіндей жеткізе білу қабілеті. Ойды шашыратпай айту, тыңдаушының назарын ұстап тұру, және айтылған сөз арқылы сенімді қалыптастыру. Бұл өте маңызды. Шығып ойды айту бір бөлек, бірақ та көпшіліктің назарын ұстап тұру ол қазіргі заманда тіптен қиын болды. Неге? Өйткені қазір кликовое мышление дейді. Біз тіпті әлеуметтік желінің өзін, видеолардың өзін қараған кезде 1-2 секунд қараймыз, анау қызық болмаса кетті, екіншісі кетті, үшіншісі кетті. Қызық болса, не айтып отыр мұнда, қызық, кішкене ұстап алсын да. Сол адамның назарын ұстап тұру өте қиын. Ал енді халықтың алдына шығып сөйлеуде осымен байланысты. Біраз қызықты дүние айта алмасаңыз, болды дейді, әркім өзінің телефонын шұқылай бастайды, сіз қызық емессіз деген сияқты. Сондықтан да осы дүниелерге өте мән берейік. Тыңдаушының назарын ұстап тұру өте маңызды, және айтылған сөз арқылы сенім қалыптастыру. Сіздің сөзіңізде бір сенім ұялататындай болу керек. Ал сенім ұялату үшін бұл сіздің бойыңыздан өткен дүние болса өте маңызды. Жаңағы
сіздің сол саланың маманы болуыңыз, сол салаға әбден өзіңіз тәжірибе жинақтаған болуыңыз өте маңызды. Егер ондай болмаса, азаматтар да айтады, мынау өзі жасамаған дүниені келіп айтып отыр ғой дейді да, жаңағы инфо-цыгандардың қазіргі кезде көп несі сол, өзі білмейді, өзі нетпеген бірдеңеден қарап алған, сосын келіп өзі көп іштіп айтып жатады да, немесе өзі ажырасып кеткен тағы бірдеңе, бірақ отбасының құндылықтарын айтады деген сияқты дүниелер қарама қайшылыққа келеді. Сонда сенім болмаса, азаматтар сізді де тыңдау үдерісіне қатты көңіл бөлмейді. Сондықтан ойыңызды шашыратпай айту өте маңызды, және де назарға ұстап отыру адамдарды, және сенім қалыптастыратындай айту. Келесі не? Бұл шешендік өнер деген құндылық кезіндегі Рим заманына ораламыз да, Аристотельдің заманына ораламыз. Сол заманнан бастап осы халықтың алдына шығу, сөйлеу деген мәдениет қалыптаса бастады. Шешендік өнердің тарихы сонда жатыр. Былай айтқан кезде адамдарды көндіре алу, оларды сендіре алу, өзіне артынан ерте алу деген дүниелер сол уақыттан бастап қалыптасқан. Бүгінгі заманымызға дейін бұл келе жатыр. Бүгінгі заманымызға дейін бізде қазақ қоғамында билер болған, шешендер болған, шешендік өнер бізге жат дүние емес. Қазақ халқы өзі сөзге тоқтаған халық. Басқа жағынан алып қараған кезде, әрине біз айтамыз ғой, бұл анау жақтан келетқан дүние деп айтсақ та, шешендік өнер, сөзді майын тамызып жеткізе алу, ақындарымыз көбінесе сөз сөйлеген, солар ой айтқан, тіпті ханға да дат айтқан, сол құндылықтардың барлығы біздің қанымызда бар екен дүние. Бұл ата-бабамыздан келе жатқан мұра ретінде қарастыруға болады. Яғни шешендік өнер деген біз үшін таңсық дүние емес, елестете алмайтын дүние емес, бұл бізге жақын дүние екенін айтқым келіп тұр да осыны. Енді кеттік әрі. Шешендік өнер, бұны айттық, көпшілік алдында сөйлеудің 4 қабаты бар. Негізгі 4 трек ретінде айтуға болады. Бұл бір ғана әрекетпен бірінің үстіне бір қабаттасқан 4 деңгейлі жүйе екенін білу керекпіз. Егер осы қабаттардың біреуі әлсіз болса, онда сөз толық жұмыс істемейді. Ол қандай қабаттар? Ең әуелі мазмұн. Яғни сіздің идеяңыз, ой келді, сол мазмұн құрасыз. Қалай жеткізесіз? Не жеткізгіңіз келіп тұр? Мазмұны не болады? Осыны жақсылап тұрып құрып алу керексіз. Мазмұнға мән беру керек. Егер спикер өзі не айтқысы келетінін нақты білмесе, тыңдаушы да оны түсінбейді. Сондықтан да бірінші өзіңіздің ойыңызда бір идея келді ма, соны құрып алу керек. Мазмұн. Не айтасыз? Бұл өте маңызды. Біз әрине көп сабақтардан өтіп жатырмыз. Форма болады, сыртқы қабаты, ішкі қабаты, мазмұны болады. Осы екеуі де маңызды. Әсіресе халықтың алдына шығып сөйлеген кезде. Қазір формаға қатысты айтамыз. Оны не айтамын дейсіз? Сосын құрылым. Бір ой келді, идея келді, қазір осыны айтып берем. Бірақ қалай жеткізесіз? Оның нақты бір құрылымы болу керек те. Сәлеметсіздер ме? Екінші құрылым. Яғни бұл жерде сөздің басы назарды қалай алу керек? Қалай кіріспен басталу керек? Ортасы дәлелдеумен ұштасу керек. Яғни ойыңызды нақты аргументпен, тұжырымдармен дәлелдеу, соңы бекіту және әрекетке итермелеу. Ойды қорытынды нақты бекітілген тұсы болу керек те. Және құрылымы жоқ жерде не болады? Тыңдаушы адасады, назар үзіледі, жақсы ойдың өзі жоғалып кетеді. Сондықтан да кіріспесі болу керек міндетті түрде. Нақты ойыңызды дәйектермен негіздеу керек, соңында бір іс-әрекетке шақыру керек. Яғни адам, мен бұған дейін білмеппін осындай екен. Өзім үшін бір жаңалық ашып отырмын деп айта алатындай болу керек те сөздеріңізде. Сол өте маңызды. Құрылымы. Яғни кіріспесіз бастап кетсеңіз, онда жолдың ортасынан басталғандай боласыз да. Содан кейін көп адам тыңдап отырған бұл қуама, не айтып кетті деуі де мүмкін. Сондықтан да бір кіріспе болу керек. Адамның назарын ұстап алатын. Сосын негізгі ойға келесіз. Сосын оны негіздеп, дәлелдеп, адамдарды сол іске, әрекетке шақыру керек. Сол кезде жалпы шешен адам ретінде таныла бастайсыз. Кіріспе деген кезде өзі мысалға қалай? Әрине біз амандасу дейміз, содан кейін бір адамның назарын елең еткізетін дүние болу керек. Мысалы,
Қайырлы күн, құрметті жиналған көпшілік. Бүгін қандай тамаша күн, қараңыздаршы. Қандай күн жарқырап тұр. Бүгінгі күн сіздер үшін ең бақытты күн болсын, ең қуанышты күн болсын. Бұл кіріспе, көрдіңіздер. Осы арқылы сіз адамдардың назарын өзіңізге қарай аудардыңыз. Ал енді біздің бүгінгі тақырыбымыз деп, сосын негізгі бөлімге көшесіз. Содан кейін барып қорытындысы болу керек. Яғни осындай бір құрылым жасақтап алу керек. Келесі қаптама, бұл сыртқы формасы. Бұл өте маңызды. Неге? Өйткені оған кіретін дүниелер. Дауыс. Қандай дауыс бояуын салып тұрсыз? Кейбір адамдардың дауыс ырғағы өте қатты болады табиғатынан. Айқайлап сөйлеткен болады. Енді көбінесе мысалға менің атам өзі мысалға қой бағып жүрген кезде анау поляның арғы бетінде, таудың арғы басынан жүріп айқайлаған кезде еститін да, мысалы дауысты. Ол кісілер үйде мынандай бір жерде сөйлеген кезде естіп тұру қиын да ол кісілерді. Өйткені а деп тұрып сөйлейді да, мысалы. Енді ол дауыс. Көрдіңіз ба? Кейбір адамдар болады табиғатынан ақырын сөйлейді жаңағы. Сыбырлап сөйлегендей болады. Бүгін сондай болып тұр, осындай болғанда, осылай келбеді. Сонда ана кісіні тыңдау үшін сіз бүйтіп құлақ түресіз де. Егер маңызды әңгіме айтып жатса, қаттырақ айтасыз ба дейсіз да, мысалға. Өйткені естілмей тұрады. Сондықтан дауыстың өзі үлкен рөл. Темп. Кейбір адамдар табиғатынан тез сөйлейді. Өйткенде ана аша салды, сосын бүйттік, анда барып сөйттік, бүйттік деген кезде тоқтай тұршы, не айтып жатсың? Анығырақ айтшы, немесе асықпай айтшы деп айтасыз, Ал кейбір адамдар асықпай сөйлейді. Әсіресе бізде қазіргі шенділер, мысалы, облыс әкімі бірден келгенде, енді біз халыққа осы мектепті аштық қой, осындай деген. Тыңдағың келе ма? Ешқандай тыңдағың. Демек, бұл темптің өзі үлкен рөл ойнайды. Қандай қарқында сөйлеп жатырсыз? Тыңдаушы сізді түсініп жатыр ма? Жоқ па? Арасында пауза ұстау. Бір сарында кете беруге болмайды. Арасында үзіп қою керек та. Қызықтыру үшін. Айтып келдіңізде, ал енді келіңіздер. Арасында пауза ұстау да өте маңызды. Мысалы, паразитті дыбыстар деген дүниелер бар, паразитті сөздер бар. Біз өзіміз көп өмірімізде жиі қолданатын паразитті сөздер, жаңағы деген бір сөз бар. Жаңаласып жүреді. Жаңағы деп бірдеңе айтып келеміз, жаңағы дейміз, бірдеңе айтып келеміз, жаңағы дейміз. Ал бірақ оны өзіміз байқамаймыз. Тыңдаушы адам үшін ол жаңағыны 100 рет айтты ғой дейді да, мысалы. Сосын менің өзімде кейде болады, ол дитта деген сөз қосылады сөздің арасында. Дитта. Ал енді ол көп болып кетсе, дитта болып кетсе, не айтып жатыр дейді ғой, мысалы. Немесе дитта деген көп айтты. Сосын яғни деген сөз. Келістірді ма, келістірмеді ма? Яғни ол бұндай, яғни ол сондай, яғни десе, содан кейін басында назар аударғанда ол қатты білмейді, бірақ біраздан кейін яғни деп қоймай қойды ғой дейсің да. Сондықтан ол паразитті сөздер деп айтады. Оның ретімен ғана қолдану керек та, ретсіз қолдана беруге болмайды. Одан кейін паразитті дыбыстар. Айтып жатқан кезде сіз соны айтып жатырсыз, бүгін күн қандай күшті, сосын қандай күн шықты, сосын біз тауға бардық деп тұрсаңыз, ол паразитті дыбыстар сізге білінбейді, бірақ тыңдаушылардың құлағына қатты әсер етеді. Сіздің айтып жатқан сөзіңізге олар мән бермейді, жаңағы дыбыстарды қайта деп қоймай қойды ғой деп айтады. Сондықтан мен кеңес берем қандай? Егер де осындай бірінші паразитті сол дыбыстар сізде бар жоғын анықтап алу, одан кейін сол паразитті дыбыстар келген кезде пауза қою керек қой. Деген орнына үнсіздік. Сол кезде тіпті тыңдаушыңыздың өзі қызығады. Мәссаған, не тоқтап қалды? Одан да қызық әңгіме айтқысы келіп тұр ма депші. Сондай бір өзіңізбен өзіңіз жұмыс. Мысалға айтып жатсыз, бүгін біз таңда тауға шығып келдік. Барып суға түстік. Деген кеп қалды ма? Үнсіздікті. Одан сондай энергия алдық. Содан кейін сондай күшпенен қалаға оралып, енді бүкіл жұмысымызды сондай бір қуатпен шашып тастайын деп тұрмыз деп. Сөйтіп келтірген кезде жаңағы паузаның өзі деп айтпай үнсіздік
болып қалды ғой. Сол сізге тыңдаушының назарын аударуға да көмектеседі. Сонда арасында паузада алып отыру керек. Тілдік стиль, образ, мимика, дене тілі деген дүниелер. Бұның бәріне кейініректері жеке тоқталамыз. Қазір бұл кіріспе сіздерге түсінікті болу үшін айтып отырмын. Яғни бұның барлығы сыртқы формаңызды келтіреді. Адамдар негізі соған қарайды. Яғни сіздің киімнің үлгісі. Көбінесе аудитория бізде халықтың қоғамның пікірі классиканың дұрыс қабылдайды. Классикамен дұрыс киіп келген адамды көбірек тыңдайды. Қоғам сондай өзі. Сондай ортадамыз. Егер сіз жай футболкамен бүйтіп мысалға тұрсаңыз, сөйтіп назарын аударта аласыз. Шешен болсаңыз әрине бәрібір назарын аударта аласыз. Бірақ қоғам бірінші кезекте сыртқы формаға қарайды. Ол қалай көрініп тұр, қалай өзін ұстап тұр, тұрысы қалай. Мысалы, былай тұруы мүмкін, біреу былай тұрады. Анау спортпен әбден шұғылданған азаматтар былай тұрады, мысалы. Ал бірақ оның өзі дене тілі аудиторияға ықпал етіп тұрады. Сондай кезде үйреніп алу керек, қалай тұру керек. Қолдың өзі қалай тұру керек. Қолдың өзін қоятын орны бар. Бұның егер қатты алаңдасаңыз, мысалға бет-бетесіз, мыжасыз қолыңыз, ұялы, аудиторияны алып. Қалтаңызға салып алсаңыз, бір жаңағы аудиторияға ол құрметсіздік болып қабылданады. Артқа қойып алсаңыз, бастықсыз, алдыңызға қойып алсаңыз, тағы бір бастық сияқты тұрасыз. Қалай қою керек? Дене бітіміңіз қалай тұру керек? Аяқтар қалай тұру керек? Қандай деңгейде тұру керек? Соның барлығы қазір жаттығу ретінде жасаймыз. Образ бар, мимика бар. Жаңағы мимикамен келтіру өте маңызды. Дене тілі деген дүние бар. Денеңіз оқылады. Денеңіз қоғам тыңдап отырған адамдар оқиды. Ол мысалы қарапайым ғана. Жаңағы бүйтіп спортшық сияқты тұрсаңыз, қолыңызды жұмып алып, біреу жекпе-жекке шақырғандай болып тұрасыз. Ол кезде сіз жабық тұрсыз. Негізінде еркін тұру керек. Иығыңыз әрине кең. Және де екі аяғыңыз екі иықтың деңгейінде тұрады әдетте тұрған кезде. Былай тұра алмайсыз. Балалар, кішкентай балалар тартпа қойғандай. Болмаса талтайып тұра алмайсыз. Ол екі иықтың деңгейінде тұрады. Және де алақандарыңыз да ашық тұрады. Көп жағдайда. Жұмып алмайсыздар. Алақандарыңыз ашық тұрады. Және сәл ғана бас бармақ қоғамға қарай, аудиторияға қарай бұрылып тұру керек те. Ашық алақан көрініп тұрған сайын, және сіздер сөйлеген сайын алақаныңызды бетіп тосып ашық екенін көрсеткен сайын, сіз аудиторияға сенімділік ұялатасыз. Сіздің аудиторияңыз мына адам ашық адам екен. Мына адам өзінше емес, өзін қарапайым ұстап тұр деп қабылдайды. Сондықтан да сөйлеген кезде үнемі былай қолды айтқан дұрыс. Бізде көп бір әдеттер болады, мысалға кейде бүйтіп шұқып көрсеткен жақсы көреміз. Сен бүйте салшы, сен ана жерден тұрып былай отыра салшы деп. Мынау деген өте дүние, қиын дүние. Негізі халықтың алдына шыққан кезде қол шошытпаңыздар. Ол деген сөз, сен орынды бөл, мен өзінше болып тұрмын деген көрсетеді мынаның өзі, көрдіңіз бе? Айтпесе бір жап-жақсы әңгіме айтып отқан болуыңыз мүмкін. Бүгін қандай күшті күн. Мына жерде бірақ кішкене дұрыс отырмай қалыпты, сен мына жақтан тұрып мына жаққа отыршы, ал сен мына жақтан тұрып мына жаққа отыр. Қандай мысалы аудиторияға бірден әсерін тигізеді. Бұл осы және де мынау. Бұл да өктемділіктің белгісі. Сен мына жақтан тұрып мына жаққа отыршы, ал сен мына жақтан тұрып мына жаққа отыршы. Бәрібір де бұл да бір биіктен қарап тұрғандай. Ал енді былай тұрып сөйлесің. Сен мына жақтан тұрып мына жаққа отырасың ба? Мына жақтан тұрып сен мына жаққа отыршы. Мынау уже басқа әңгіме де. Сондықтан да халықтың алдында дене тілі де өте үлкен рөл ойнайды. Былай көрсетуге асықпаймыз. Жест деген өте жақсы, бірақ та бұның өзі былай болғаны жақсы. Біз деген сияқты. Қандай күшті. Ашықпын, сіздермен сөйлесемін. Сондай позицияны ұстасаңыздар, сізді аудиторияда жақсы қабылдайды. Келесі. Бұл сыртқы қабатына қатысты, Қаптама бірақ құрал, мақсат емес. Әдемі айтылған, бірақ мағынасы жоқ сөз ұзаққа бармайды. Керемет, бүгін қандай күшті, осылай әдем болып тұрсаңыз да,
сыртқы формасы бар, бірақ ішінде мазмұн идеясы дұрыс емес болса, сізді аудитория айтады, қуады екен. Қуады екен дейді. Кеттік ары қарай. Ең маңыздысы осы сөз. Шешендік өнердің де осы, ерекшелендіретін осы. Әсер тыңдаушы не сезінеді, не істеді соңында. Сіздің сөйлегеніңізден кейін адамдар қатты әсерленсе, сіз өзіңіздің мақсатыңызға жеттіңіз. Сіздің сөйлегеніңізден кейін адамдар болды мен таңнан тұрып тауға шығамын десе, сіз өз мақсатыңызға жеттіңіз, әсер ете алдыңыз. Көрдіңіз ба? Сондықтан да эмоция бұл жерде өте маңызды. Сіздің жаңағы темпіңіз, тембріңіз, дауыс сөйлегеніңіз бір қалыпты андай мұңлы болып жатса, немесе бір интонацияда сондай, онда сіздер жалығып кетеді аудитория тыңдауға. Сондықтан сіздің дауысыңыздың өзі былай құбылып тұру керек, эмоционалды тұрды. Әдетте әйел адамдардың бейімі жоғарырақ екен. Эмоционалды сөйлеуге. Өздері өйткені табиғатынан эмоционалды жаратылысты. Және де дауыстарының ырғағы құбылуы да 4 деңгейге бөлініп кетеді екен әйел адамдардікі да. Ер адамдар 2 деңгейде ғана сөйлейді. Не қатты, не төмен. Біздің жаратылысымыз сондай. Көбінесе. Бірақ халықты алдағы уақытта шешендік өнер ретінде қалыптастырып, қараталап, сөйтіп сөйлеймін десеңіздер, 2 деңгей бізге жарамайды. Қосу керек. Құбылту керексіздер дауысты. Арасында бүгін қандай тамаша күн, сіздерге бүгін тамаша сәттілік тілеймін. Дәл осы күнде сіздер бір жақсы ақпараттармен қаруланып аласыздар деп сенем. Деп арасында бүгін қандай қиын күн болды. Таңда оянып әрең дегенде шықтым. Ұйқым қысып тұрды, түнде жай жатып едім. Ойладым далаға қарап, бүгін тауға барсам ба, таңда тұрсам қалай болады деп. Анау образға кіре алу, соны эмоциямен жеткізе алу, құбылту соған сәйкес дауысты қызықты қылады сізді аудиторияда. Сондықтан қараңыз, мен бір қалыпты сөйлеп кеткен жоқпын ба? Арасында жаңағы күшейтіп барып түсіріп дауысыңызды сөйтсеңіз, қызықты боласыз аудитория. Сондықтан эмоционалды түрде қосу, тыңдаушының ішкі реакциясына, ойының қозғалысына, шешімге келуіне әсер ету. Сұрақтар қою, тыңдаушы не сезінді, қызығушылық, сенім, ойлану болды ма? Олар не түсінді? Ол не істеуге дайын болды? Тыңдаушы ештеңе сезінбесе, ештеңе ойламаса, ештеңе әрекетке келмесе, онда сіз өзіңіз бос болды деген сөз. Сондықтан бұл 4-ші деңгей және ең маңызды деңгей. Эмоционалды әсер ете алу. Өйткені бір адамды айтқым келеді, өте осы ораторлық шеберліктің деңгейіне жеткен. Ол Гитлерді айтады көбінесе. Гитлер керемет саясаткер болды деп айта алмаймыз. Бірақ ол керемет оратор болған. Сол ораторлық дәрежесінен адамдарды баурап алатын болған. Адамдарды артынан ертіп алып кететін болған. Хай Гитлер десе бәрі хай Гитлер дейтін болған. Сондай. Сонда оның бір ерекшелігі кабинетінің өзі дейді. Андай үлкен дөңгелек болған дейді, дөңгелек. Біздің қазақ үйінің кіші сияқты. Және де айна болып тұр ғой бәрі. Былай айна. Сонда ол тұрады екен де жаңағы көреді екен өзін, оң жағынан да қолын сермеп көреді екен. Қалай көріп тұр? Сол жағынан да қалай көріп тұр? Арт жағынан қалай көріп тұрмын, алдынан қалай, бәрін қараған ғой. Сонда адам өзіне өзі жан-жақтан қарап үйренген. Қай қолын сермесем қалай көрінем. Сонда адамдарға әсер етуде ықпал еткен. Мынау қолдағы жестерге қатты мән беріңіздер. Бұл өте керек дүние. Жай бүйтіп тұрып сөйлесеңіз, ол қатты әсер бермейді. Арасында қолыңыз сермеу, бұл деген кәдімгідей адамдар баурайды. Тіпті кей уақытта не айтып жатқаныңызда маңызды болмауы мүмкін, қолыңызды қатты сермеп тұрсаңыз. Мысалға, қазір осы жерде бір 30 шақты адам отыр дейік, иә? Сіздерді мен қарату үшін жесттің деңгейін осындай деңгейде ұстаймын шамамен. Мынау енді артық болып кетеді. Артық болып кетеді. Бұл қандай кезде қосылады? Аудиторияның саны көбейгенде 200, 1000, сізге алдыңызға 10 000 адам келіп тұрған кезде былай сөйлеу керек болады. Сол кезде сіз қарата аласыз. Өйткені
ең соңындағы адамдар сіздің даусыңызды естімей тұруы да мүмкін. Бірақ сіздің қолыңыз бүйтіп тұрған. Бұл алға, мысалға, осындай бір маңызды дүние деп, дәл осы қолды сермеп тұрғаныңыздың өзі, анау соңында тұрған адамдар айтады, мықты сөйлейді екен. Бірақ сіз тыңдап тұрған жоқ, естіп те тұрған жоқ болуы мүмкін. Бірақ мынау мықты сөйлеп жатыр дейді. Және осы адамға еруге болады дейді. Сенім өйткені сенім ұялатып тұр дейді. Көрдіңіз бе? Сонда жай ғана қолыңыздың өзін сермеудің өзі жаңағы ептілікке сәйкес. Аз аудиторияның алдында да қозғалып тұру керек. Үлкен аудитория кеңейген сайын 200-ге жеткенде бұлай, 1000-ға жеткенде бұлай сөйлейсіздер. Сол. Бұл енді сыртқы формаларына қатысты. Аристотельдің заманынан келе жатыр деген дүние осы кәсіби модель қалыптасқан үш негізгі ұғым: этос, логос және пафос деген. Осы үшеуінен шешендік өнер өзі құралған. Этос деген бұл мен саған неге керекпін деген ойдан келіп шығады. Ой, басыңызда бір идея пайда болды, ой. Осын жаңа мазмұнмен реттейсіз, құрылымдайсыз, қалай жеткізем дейсіз, иә? Сосын логос деген ол сөз. Және жаңа ойыңызды қалай сөзбен сіз жеткізіп жатырсыз. Пафос деген жаңағы эмоциямен жеткізу. Ол жай ғана сөз жеткізіп жатсаңыз, сіз ақпаратты жеткізуші адам ғанасыз. Ал енді эмоция қоссаңыз, оның жаңағы сыртқы бейнесін образдап жеткізсеңіз, сіз қызықты адам боласыз. Сіз назаратор боласыз. Сіз мысалға тауға шығып келгеніңізді бір сипаттап беріңізші, қазір сондай практикалар жасаймыз, е? Сонда сіз айтуыңыз мүмкін жай. Тауға шықтым, бардым, суға түстім, сосын келдім деген сияқты, е? Ал енді сіз образдап айтуыңыз мүмкін. Тауға шықтым, қандай таза ауа өкпені деген бірден сезді. Сосын деген күн ақырындап таң ата бастады. Анау жарық бүкіл айналаға тарады. Мына жақта қарасам, аттар шауып бара жатыр екен. Кәдімгідей қазақтың кең даласын бұрқыратып, тұяқтары тай басқан дейді. Сөйтіп, мына жаққа қарасам, қар үй тұр екен. Есік алдында ошақ тұр. Ол жерде деген кәдімгідей бір керемет қазақтың иісі шығып тұр. Мына жаққа қарасам, қаншама мысалға жас балалар ойнап жүр екен, асық ойнап жатыр деп келтіріп, суреттеп отырып жеткізуіңіз. Мысалға, мен Бұрхан-бұлақты көріп келдім, керемет екен дегеннен көрі, мен Бұрхан-бұлаққа бара жатырмыз, не жолы жоқ, бәрі тау, тас, кетіп бара жатсам, Бұрхан-бұлақ деген сарқырама, бірақ оған дейін мына жақта 20 сарқырама тұр. Өткен сайын бір сарқырамадан екіншісі өтіп жатыр, асып жатыр деген кезде сіз образдайсыз, сипаттайсыз, эмоция беріп жатсыз. Адамдар әсерленеді сол. Жай сипаттамай, жай айтпайсыздар, образ бересіздер, сипаттайсыздар. Жан-жағында төңіректе не болып жатқанын байланыстырып жеткізсеңіздер, мақсаттарыңызға жетесіздер. Ал енді бүйтейік. Кім дайын? Көпшілік алдында сөз сөйлейді, әрісі жалғасады. Ардана тіркеп, лайк басып, жазып отырыңыздар. Өзіңіз туралы айтамын.